Бәріңе сәлем. Бүгін мен Майнкрафтта 50 күн хардкор өтетін боламын достар. Яғни егер хардкор не екенін білмейтін болсаңыздар, егер де мен бірлет өліп қалсам қайттан тіріле алмаймын. Солай бүгін біз выживать етіп көретін боламыз. Ал сен бос отырмай каналға тіркеліп лайк басып подписаться етіп отыр. Осындай видеолар көп шыққан қаласа, мені қолдап кет. Ал біз видеоға кеттік. Ең алдымен мен сенімен амандасып алған болатынмын. Сосын менің жанымда бонусын сонды қосып алған болатынмын. Настройкадан мен соның ішінен өте көптеген заттар тауып алдым. Мысалға ішінен ағаш, және де тамақтар, менің жолым болды достар. Ішінен мен тастан жасалған кирка мен тастан жасалған топор тауып алған болатынмын достар. Осылай ішіндегі заттардың бәрін алып алдым. Осылай енді бізге, яғни достар, бізге факел керек болады. Мен факелді де алып алдым достар. Себебі біз шахтаға түсіп, алма сондай железо добывать етуіміз мүмкін достар. Мүмкін емес, добывать етеміз достар. Мен достар солай мен қай жақтан пайда болғанымды көрейін деп шештім достар. Және де уже түн батса біз өліп қалуымыз оңай болуы мүмкін. Сондықтан мен қой іздейін деп шештім. Ең алдымен жан-жағыма қарап алдым да орманнан пайда болғанымды түсіндім. Және де мен жақтан қой көріп, оны өлтіруге бардым. Мен достар қолымда меч болмағаннан кейін топормен өлтірейін деп шештім, бірақ қолымда кирка болған соң ұра бергенде келем, ол өлмей кетті. Сосын топормен өлтіре салған болатын достар. Бір жақсы жері өте тез өлді достар. Енді мен ары қарай тағы да қойлар немесе сиырлар іздеуге шықтым. Себебі сиырдан біз барана жасаймыз, ал қойдан біз төсек жасаймыз достар. Солай мен ешқандай бір жануар таппадым, ағаш қазайын деп шештім достар. Солай ағаш қазып бастадым. Солай мен өзіме көп ағаштар қазып алған болатынмын. Ағашты қазып біткеннен кейін болды деп кетіп баратқанда мына кішкентай ағаш тұр екен. Мен оларды да тез шауып ала салайын деп шештім де, осы екі ағашты шауып алған болатынмын. Бір жағынан менің жолым болды, себебі менде топор бар. Егер ағаш топор болғанда қазамай қалатын едім. Мен шахтаға түсейін деп шештім, себебі шахтаға түссең өте көп рудалар болады, және де сен солай тез дамып кетуге болады. Мен шахта іздейін деп шештім, бірақ ол жерде өте опасный. Бізге тамақ алып алу керек, бірақ мен мына жерден ешқандай да тамақ алатын зат таппағаннан кейін бәрібір қоя берші деп шахтаға түсейін деп шештім. Мен шахта таппай қойдым. Солай мына сулардың арасынан шахта бар шығар деп ойлаған болатынмын. Мен ана жерден үлкен тесікті көргеннен бөлмелеп барған болатынмын. Бұл судың жанындағы шахта деп ойлаймын. Сөйтіп мен ойланбастан секіре салдым. Сөйтсем бұл шахта емес екен, өте кішкентай бір ғана үңгір сияқты зат екен. Мен бұл жерден шығуға тырыстым. Мен блокқа секірмей сумен тез шығайын деп шештім, бірақ сумен шығу өте қиын болды. Себебі құлап кете бердім. Солай мен по-любому сумен шығып кеткен болатынмын. Ана жерден сиыр көрдім де, оны тез өлтіруге бардым. Ана сиырға не істеп жатыр екен екеуі? Мен бір сиырды ұрған едім, екеуі де қашып кетті. Біреуі тупикқа қадалды, мен оны балтамен ұрып өлтіріп тастадым. Енді менде тамақ бар, және де бір жасауға да мүмкіндік бар. Екінші сиырды да өлтірейін дедім. Бұл қайғырында бір бәлесте де достар. Мен наконец-то бір шахта тауып алған болатынмын. Мен қарап тұрдым да арғы бұрыштан секіріп паркурист болып сөйтіп түсейін деп шештім достар. Біріншісіне осылай секірдім да анаусына жүгіріп секірген болатын. Наконец-то мен өлмей қалдым. Енді анаусына секірейін дедім, қапының жартысы кетіп қалды уже. Солай мен тез рудалар қазуға бардым. Ана шахтаны көрдім, бірақ мына железені қимай қазып кетейін деп шештім. Солай мен железаны тез қазып алдым. Менде осы жерде Майнкрафтта баг болып қалды ма, бір бәле болып кетті. Сосын қайттан өз орнына келді достар. Мен ары қарай жүріп көрейін деп шештім. Менде факел бір мод қосқан едім, факел жанатын. Бірақ ол мод істемеймін бір бәле. Мен ана жерден көмір көріп қалдым. Сол көмірді тез қазып алайын деп шештім. Себебі көмір бізге факел жасауға және де рудаларды ерітуге керек болады. Мына көмірлер бітпей кетті. Мына жер көмірге өте бай шахта деп ойлаймын достар. Тағы да қазір ары қарай кіріп көретін боламыз, себебі бұл шахтада көмір ғана болса, онда бұл шахтада бізде железо немесе алмаза болып қалуы мүмкін, бірақ пайызы өте аз. Солай мен ары қарай жүрейін деп шештім, бірақ қайдан білейін ары қарай тупик болатын. Мына жерден еш нәрсе таппадым.
ары қарай тағы жүріп көрейін деп шештім. Барған кезде уже ары қарай мен тупикқа жолыққан болатынмын. Төбе дедім жоқ, қайттан факелді сындырып кете берейін дедім. Мен факелді сындырдым да ары қарай қараңғы жолда кеткен болатын. Мен барынша факелді үнемдеуім керек. Мына жерден абайсызда 2 факел қойылып кетті. Мен оларды бәрі сындырып алдым. Себебі өзімде 4-ақ факел достар. Мен факелді үнемдедім. Жарықты көрдім, сояққа жүрдім. Мына шақтарын көріп қалдым. Арғы бетінде жарық бар екен. Лава деп ойласам, қайдағы бір шөптің жарығы болып шықты. Мен еден железі көріп қалдым. Мен дереу бұл железаны сындырып алайын дедім. Иіліп өткенімше достар үшін мына жерде мен тезірек железаны сындырып алған болатынмын. Төбеден бізде телеграмнан WhatsApp келіп қалды үшін мән бермей қойыңыздар бұл видеодағы неге. Солай үшін мен неден қазып алдым железі өте көп екен. Солай мына не зат комментарий жазып беріңіздер. Мен төбеге шығайын дедім. Төбеме қарасам бірақ блок екен. Содан шығайын дедім, бірақ тырыстым, но шыға алмадым. Біреуін қазып шыға салайын дедім. Факелді обязательно сындырып аламын. Ары қарай қараңғы жолда кете бердім. Маған көрінді, видеоға да сәл нормально көрінді. Жан-жағыма қарадым, руда таппадым. Ары қарай кете бердім. Мына жерде мен зомби байқап қалдым. Менде ешқандай зат болмағаннан кейін мен артқа қарай қаштым. Ал ана ұятсыз зомби де достар менің артымнан келе жатыр, мен білмедім. Тез өзіме мен верстак жасап алдым достар. Мына жерден верстак жасаған едім, бірақ верстагым өзіме келмеді. Мен ананы топормен өлтірейін деп шештім. Топормен оны өлтірдім, ана қып-сұрпы бір бәле топормен өлмей кетті. Сосын 4-5 удадан кейін барып қана өлді. Мен неғып менге пайда болмаған түсінбедім. Қарасам пайда болмаған. Мына мен керек емес өзі 4 ағашты алдым да осыны бөліп өзіме верстак жасап алған болатынмын достар. Негізі елдеп атқаным достар, айтып кетейін, мен осы жерден қатты маңызды болып отқан жоқ қой. Мен өзім үшін бірінші рет хардкор түсіріп тұрған адаммын, сондықтан егерде бір қателік болып жатса комментарий жазып кетіңіздер. Солай мен келесіде өте қызықты қылып, бұдан да қызықтырып шығарып отырсатын боламын. Солай мен өзіме көмір железаны еріту үшін бізге пеш керек болады. Ал мен пешті тастан жасайтын білімді өзіме тас қазып алайын дедім. Мына жерден бір орыннан қазып жатырмын. Не екенін білмеймін достар. Бір руданы қазып алдым, не руда екенін білмеймін әйтеуір. Пайдасы жоқ руда деймін достар. Осылай мен пеш жасайын дедім де бәрін бөліп шықтым. Мына жерде 2 орын жетпей қалды. Сосын бөлімді бір печка жасап алдым. Печкада мен өзіме железаны ерттім. Мен железаны еруіне ұзақ уақыт кетеді. Солай үшін не істерімді білмей, ана жаққа бір шығып, мына жаққа бір қарап сөйтіп шықтым достар. Себебі бір жақта мен байқамаған рудалар болуы мүмкін деп шештім. Далаға қарадым, ешнәрсе жоқ. Солай мен қолыма киркамды алдым да қарай тас қаза берейін деп шештім. Себебі бізде егер шахтаға түсетін болсақ тас өте керек болады, мобтардан төбеге шығып қорғануға мысалға. Сөйттімді мен осылай тас қазып жаттым өзіме көбірек. Өзімде бар болған 8 тас болған сондықтан. Примерно менде еріп қалған шығар деген уақытқа дейін тас қаза бердім. Анау уже бізде өзі 11 болған екен. Бізде мына жақтан төбеден тағы да телефоннан сообщение келіп қалды достар. Солай мен ерден өзіме көмір тауып алдым, сындырдым, натта сындырдым. Мынау бізде факел түсіп қалды. Факелді бір бұрышқа қойдым. Тағы мына жақтан өзіме көмірді сындырып алдым достар. Бізде мына жақтан бізде опыттар келе бастады достар. Опыт бағанадан бері келіп жатыр, мен енді байқап тұрмын достар үшін. Осылай мен тез қазып алайын дедім. Өте көп не екен, бұл шахта үшін көмірге бай шахта екен достар. Не болса да железі нормально бай екен, көмірге ең бай екен, бірақ вообще әлі алмас таппадым. Конечно, бірінші бастап сразу алмас табу қиын ғой. Сөйттім де, мен тез көмірді қазып алайын дедім. Мына жақтан тағы бір көмір шықты, тағы көмір шығып сөйтіп көмір бітті дегенде
әйтеуір дегенде көмір тастардың бәрін алдым да ары қарай мен барып железаны көруге кеткен болатынмын достар. Мына жерден енді факелді қимадым, факелді бәрі алып кеттім. И келіп қарасам, уже 11 железа бізде дайын тұр екен. 11 железаны алдым да өзіме инструменттер немесе бронясын дедім. Бірақ броня қатты керек болмағаннан кейін барып, мен өзім инструмент жасап алайын деп шештім. Бірінші меч, кирка, топор деген сияқты керек заттарды жасап алдым достар. И солай менде зат жасауға, броня жасауға железа қалмады. Өзіме мен щит жасап алайын деп шештім. Яғни өзіме осындай щит қорғанатын зат факел жасап алдым. 12 факел жасап алдым сразу өзіме барлық неден. И ағаш таяқтан и өзіме осындай щит жасап алдым. Щит себебі зомбилардан немесе нелерден, скелеттердің оғынан қорғануға көмектеседі. И керек емес заттарды сындырып алдым. Ішінен железа, көмір шыққан болатын ненің іштен. Пештің ішінен. Яғни мен монстрларға шабуыл жасайын деп шештім. Солай мен қолыма қарамай тас киркамен жүгіріп бартқан білімді тамақ заттар керемет заттардың бәрін инвентарға салып керегін шығарып сөйтіп үшін бөліп алдым. Керек-керегімен бәрін реттеп болғаннан кейін барып мен үшін бағанағы монстрларды өлтіруге аттандым. Қайдан білейін, алдымда менің әлгі мыстан кемір шығып қалатынын. Ол үшін маған келіп зеле атты. И мен не болған түсінбей қалдым. Бір зеле атқаннан кейін капет мені қақым кете бастады. И мен ол кімді үшін мыстан кемірді өлтіргеннен кейін барып, анау бәрі өлгеннен кейін мана зеле шашып кетті. Анадан мені қатты қыпым кете бастады. Тамақ жейін десем, менің тамағым толып тұр, қарным ашып тұрған жоқ. И солай может тоқтайтын шығар дегенде мен ары қарай кете бердім. И мына жерден железа тауып алдым. Осы железаны қазайын дедім. И менің қыпым достар ана жерден кетіп жатыр. Соңында жарта қыпым қалғанда бірақ тоқтады. Ана жерден мен қорқып өліп қалсам видео аяқталады деп дайындалып тұрған едім ол кезде. И мен болды осы жерден шығамын деп шешкен кезде ана жерден мен тағы бір үңгір байқап қалдым. Соған кірейін дедім. Мына жерден өз қалпыма жайлап келе бастадым. Шығып баратқанда факелімді қолыма алып алдым. Ары қарай кетіп баратқан кезде уже тупикқа тақалған тұсында факелімді қимадым по-любому, себебі өзімде 12 факел болса, факелді сындырдым и ары қарай кетіп қалдым. Тупикқа қадалып бердім әйтеуір шахтың ішінен. Солай мен арғы шахтаға барайын дедім, себебі шықсам, может осы шахта негізі рудаға бай екен. Может мен тауып қаладым дедім. Найда мен скелет көріп қалдым. Скелет маған жүріп бара жатыр. Мен еще ол кезде қыпыма қараған да жоқ едім достар. Қыпым мен толған шығар дедім де кетіп баратқан кезде уже қыпыма қарап қалсам, қыпым менің достар жарта қыпы қалған. И тамақ жедім, бір қыпыға толды, сөйтіп қашып анадан өліп қалмайын дедім. Бірақ мына видеода қазір өте бір ауыр ситуация болады достар. Өздеріңіз білесіздер. Солай үшін мен қыпым жартысы толғанда кішкене анау маған аяғыма атайын деп тиіп қалды. Үшін мен соған жүгірейін дедім, қорғанып жай өлтірейін дедім. Бірақ қайдан білейін оның бәрі. Ол скелет менің өмірімді қиятын. Өлтірейін дедім. Бір кезде менде Майнкрафт қатып қалды. Мен өзім жатақыма қарап қорғанайын деп шештім. И солай үшін мен ана скелеттен өліп қалған болатынмын достар. Осымен видео бітті. Видеоның соңына дейін көргеніңізге рахмет.